Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu алейкум. Қалайсыздар бауырлар? Амансыздар ма? Осы шылаушының бизнесі, биогумус өндіру бизнесі туралы сіздерге айтып жүрген осы Нұрхат бауырларыңыз мен болам. Біз Түркістан қаласынан боламыз. Түркістан қаласында және Шымкент қаласында осы шылаушының бизнесімен айналысамыз. Осы шылаушының бизнесіне қызығып жүрген қаншама бауырларымыз бізге звондайды, күнделікті сұрап жатады. Осы гөңді қалай жуамыз, қалай болады деп ше. Сол жайлы кішкене роликті көрсетейін дедік. Сіздерге көрсететін болсақ, мына бізде қазір шылаушының жатқан жер. Мынау шылаушының жатқан жер. Негізі осылайынан дайындап аласыздар. Жаңа жуылатын гөңді. Осылай дайындап аласыздар да, бұрында үйінің сыртын сылайтын кезде лай жатқызатын едік қой. Сол лай жатқызған секілді бетін жайып аласыздар да, бетіне шылқылдап су себе бересіздер. Суы жаңа захары, зәрі, қоңыр болып өзі ағат. Сол қоңыр суы ақшыл болғанша, жаңағыдай қоңыр түсі өзгергенше жуамыз. 2 мәрте, 3 мәрте қайтарышы. Осылай айналдырып жуамыз да. Сол жайлы түсірілген видеоларымыз бар. Келесіде соны көріңіздер. Бізге хабарласып, гөңді қалай жуамыз деп жатқан бауырларға айтып жатқанымыз ғой. Сосын бір ескертетін жай, мал ішетін сумен жуған дұрыс. Яғни мал ішпейтін сумен жумаған дұрыс. Өйткені хлоры бар, ащы, тұзды суларда бұлар шыдамайды. Шылаушында же, сол себепті соны ескеріңіздер. Сосын жуылатын гөңді ескерттік қой, кемі 3-4 ай болу керек, ұзақ 1,5 жыл болу керек деп ше. Яғни мынандай осылай үгітіліп тұру керек. Біз алдыңғы видеоларымызда да көрсеткенбіз оны ше. Бірақ қосымша тағы бір көрсетіп жатырмыз. Осылай үгітіліп тұру керек. Сосын жаздың күндері біз мынау қазір 50-60 болса маған биіктігі. Жаздың күндері бұны 25-20 қыламыз да. Сол кездерде жаздың күндері тез кеуіп кететін жағдайлар болады. Сондай кезде біз бұның ылғалдылығын былай тексереміз. Ылғалдығын былай осылай қолымызбен қысқан кезде, мына осылай қысқан кезде бірігіп тұрса, осылай бірігіп тұрса, бұл ылғалдығы жақсы деген сөз. Осы ылғалдығына байланысты мына жерде де шылаушындар бар екен ше. Мына біздің қосымша азығымыз еді ғой. Бұл жерде де бар екен. Сол қолымызбен қысқан кезде осылай бірігіп тұрса, сол ылғалдық жетеді. Яғни осылай бірікпей қалса, яғни су сеуі керек деген сөз де ол. Келесі видеоны көріңіздер. Біздің осы кәсіпте бірге істеп жүрген серіктес бауырларымыздың көңілін қалай жуып жатқанын көрсететін боламыз. Одан кейін жаңағы қоңырдан кейін көңілдің жаңағы суы ақшыл болып ағып жатқанын да көрсетеміз. Сондай болып аққанша жууымыз керек та, яғни бойындағы зәрін, захарын кетіруіміз керек. Солай бауырлар, Алла қаласа хабарласыңыздар, біздің YouTube каналымызға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Ауылдағы осы кәсіпке құмбылып отқан қызығушылығы бар бауырларымызға WhatsApp чаттары бар, басқа чаттарда жіберіңіздер. Баршаңызға рахмет. Алла разы болсын. Бір рет жолда, Алла қаласа енді 2 рет жолда. Ал енді жолып жатыр новый. Нұрхат, ассалаумалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Нұрхат міне сары болып шықты. Жаңа таңертең тұрып бір жуғам. 1 сағат болды ма, болмады ма? Міне енді бұны мына жерге тазалап, сол жерге өткізіп жинап қойсам, күнге кебіп қалар иншалла. Көктемге дайындық болып жатыр қазір. Алла қаласа жинап жатырмыз. Көңдерді.
көң білесіздер, кемі 3-4 ай болу керек. Ары қарай 1 жылға дейін. Мынау шөбімен аралас, алаласа ферментация әдем бойынып тұр. Мәселе жылқының көңі бар, сиырдың көңдері бар. Баршаңыз Алла разы болсын. Құдай қаласа міне осы үйді, осы салам бизнестің пайдасымен саламыз иншалла. Әке-шешемізге арнап салатқан үй. 320 соттық жеріміз бар. 10 соттығын осы іске айналысамыз деп арнап отырмыз иншалла. Балалар, осы видеоны соңына дейін көріп шықсаңыздар, біздің каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, пікір жазыңыздар. Сіздердің қолдауларыңызды күтеміз.